болмасам болмай бүгін Гаухар екеуміз дәл сызған жоқпыз. Немене? Ақшаларың болмай қалды ма? Ақшамыз да болды, ательеге бардым. Өзім берген ақшам бар еді, адам көп екен, шаршап. Сендер де қалтасыңдар. Ақшаларың болмаса, ательеге не үшін барып жүрсіңдер? Сол бұрынғы кездерім есіме түсіп. Гаухар да өзімен ауызданақ ақша алыпты. Мен одан қалталап тұрып, ательеге барып едім. Адам көп екен, кезектер тұрды. Бірінші кезегіміз жетпей қойды, кезегіміз жетпегенін бір жағынан дұрыс. Әйтпесе оның ақшасын қаларақтар едік. Жаным-ау, тауып береміз бе? Тауып береміз. Құдай қаласа, Тимур ағамға айлығы түсіп қалар. Ойындамасаң шалдың. Оның айлығы өзен артылмайды ғой. Айтпақшы, мен оны бүгін партия бір қызбен көрдім. Наверное, финанс жағынан сол кісі басқаратын сияқты. Как раз сен. Әпкешка, қабілетті көп көретін сияқтысың ғой бүгін. О, мамуля, бүгін біздің үйде той болып жатқан ақшамасы. Мамуля, мен білмейтін қандай той бұл? Той емес. Жай өзіміз ғой. Ал қыздар жігіттер төрлетіңдер, төрге шығыңдар. Ой, мамуля, той жоқ дейсіз. Бүгін менің фирмада 2 жыл бірге істеп келе жатқан досым Сұлтанның туған күні. Бұл біздің босағаны бірінші рет аттады. Қане, Камила, сумкаңнан заттарды шығар. Көп болады. Осы сөйлеміңнен не болмаса бір звондап қойсам болады еді ғой. Достарының алдында ұят болды ғой. Әрқашанда асығыс-үсігіс. Ой, мамуля, уайымдамаңыз. Тосын сенің кездейсоқ болған жақсы емес па? Ол бұны айтып қойсаң, тосын сен болмай қалады ғой. Жарайды. Ал төрлетіңдер жігіттер, отырыңдар. Ал мүшек, бүгінгі туған күнің құтты болсын. Қуаныштымыз. Егер менің Темірбек жанымның досы болсаң, онда менің де туысқан інім болып келесің. Ал ендеше қыздар жігіттер, сендер өздерің отырып, асықпай әңгімесін беріңдер, жарай ма? Мен сендерге тез барып іске басар бірдеңе дайындап келейін. Жақсы ма? Сұлтан, жаңағы менің әпкем Қамаржай. Мен оны мамуля деп атап кеткенмін. Ал мынау менің қарындасым Камила. Ол құрбысымен бірге институтта бірге оқыды. Ал Камила, сен де осы үйдің қонағымсың, бар мамуляға көмектес. Ал сен сол бақыт дегеннің не екенін білемісің? Оны да білемін. Бақыт деген нәрселер түсінетіндей ылғи сәттілік емес. Бақыт деген азап. Азап? Я, азап. Бірақ ол күнделікті тапшылықтың азабы емес, үлкен жолға барардағы азап. Шоқан, Абай, Махамбет қалай ойлайсыңдар? Олардың күндері азапсыз өтті дейсіңдер ме? Олардың бүткіл ғұмыры азаппен өтті. Азаптығы үшін ғұмыр, ғалым үшін азап шекті. Міне, бақыт деген сол. Дұрыс, олар өздерінің артынан үлкен із қалдырған. Ал сен қандай із қалдырған? Мен ешқандай із қалдырмаймын. Құдайдың бұнысына да шүкір. Я, Құдайға шүкір. Достар, бүйтіп отырған жарамас, жүріңдер далаға шығып серуенге келейік. Өмір көрсетер оны, бақыт деген бұл емес. Нағыз бақыт іспен сөздің келісуі. Яғни ісі мен сөздің бір-бірімен келісуі керек. Біз дастархан басында ғана сөйлейміз, әдемі сөйлейміз. Ал өмірімізде соның бірде-біреуін қолданбаймыз. Бұл бақыт емес. Ол өз дегенінше өмір сүру. Адам болып жаратылғалы күресіп келеді. Адам не үшін күреседі, не үшін құрбан болады. Ол біздің ата-бабамыз бізге ұрпақтарымыз тыныш өмір сүрсін, білім алсын деп бізге көптеген күрестермен алысты. Ал ол біздің күрестердің нәтижесі ол біздеріміз. Ал сонда сенің айтқаның не? Сонда сен жаңалық ашпайсың, диссертация жасамайсың. Сонда сен өз бақытым үшін күресе алмаймын дейсің. Сонда сенің айтқаның не? Ол біздің келер ұрпаққа деген оккупация жасалған хатында, мысалға, көптеген бізге өзіміздің ата-бабамыз ұрпақтар өмір сүрсін деп көп заттар жазған. Оны мұнда отырған бәріміз білеміз. Сол біздің бақытты ұрпақ ол біздеріміз. Біз қалауымызша бақытты өмір сүруге тиіспіз.
Дұрыс. Тырнақтап жинағыңды білектеп шашқанымыз дұрыс болар. Мен төкпеймін. Ал мен сен бергенге келісе алмаймын. Ол өзіңдікі. Ой, не болып кетті, жүзінде шалдыңды далалы шығып серуендеп қойсайық. Алло? Мен ғой, саламатсың ба? Сен бе едің? Саламат па? Дауысын сынып қой, алып тұрған жоқсың ба? Жоқ, үй тіршілігінен шашқаннан шығар. Өткен жолы неғып келмедің? Мен бе? Мен келдім ғой. Неге алдайсың? Мен сені 2 сағат күттім ғой. Мен келсем, сен ұзап кетіпсің. Шынымен бе? Шынымен сен келдің бе? Я, мен келдім. Мен барсам, сен жоқсың. Жоқ, сен жоқсың. Сен жоқсың. Жарайды, егер бұл сөзің рас болса, бүгін шығам деп уәде бер. Я, уәде берем. Тамажай, не дейсің? Тағы айтшы. Шынымен шығасың ба? Тағы айтшы деймін. Я, шын айтамын, шығамын. Қашан? Ертең, Қаншада? кешкі сағат 7 мен таңғы сағат 4-тің арасында. Сонда 9 сағат бойы бір орында күтіп тұрайын ба? Егер күткің келсе, күт. Жарайды, келістім. Тек келген болсаң ғой. Япырмай, сен шынымен де келдің бе? Көріп тұрсың ғой. Кейде өз көзіне де сенбейтін кездерде болады екен ғой. Сені көрмегелі қашан? Мені ойлауға уақытың болды ма? Қолым тимеді. Міне тамаша, енді ойлайын деп едім, бірақ қолым тимейді. Мына қауыр жұмыстан бір сәтке қолым болса, мені ойлар едім ғой, солай ма? Ол да мүмкін. Егер менің саған сен ойлауға қолым қалт етпейді деген сөзім, мен сені сүйемін деген болса, онда мен ешқашанда қолымды қалт еткізбеуге тырысатын едім. Жақсы. Сенің сүйемін деген сөзің мың рет айтқаннан да қымбат. Сен мені адастырып барасың ғой. Қамажай, көзіңді жұмшы. Мен сені күткенің болғаны, осы бір-ақ сағат болғаны, тағы біраз жүрсек, не болады? Жоқ, мен болмасам, кішкентайым ұйықтамайды. Алға айтқан сөзінше, сен оған жауап бермедің ғой. Қабен ол қиын сияқты, түсінесің бе? Бір сағатқа қиып тастағаннан кеткен балаларымды қалай ғана мен өмір бойына тастап кетемін. Саған үйрену керек, ал маған артынан ерген әлі балаларымды тәрбиелеу керек. Қамаштай, ондай сұрақтарыңды қойшы. Екеуміз де үй болған кезде кішкентай ермекті өзімізбен бірге аламыз. Жоқ, түсінесің бе? Маған ермек тайған емес, қалғандары да кішкентай. Жарайды, бәрін қолымызға аламыз. Жоқ, ол мүмкін емес. Бұл мүлдем қисынсыз.
қамаштай. Жоқ, қойшы, баланың тірлігін жасамайық. Ол бізге жақыспас. Қамаштай. Мен сені түсінемін, бірақ амалым нешік. Төртеуі төрт азамат болғанша, менің өз өмірімді, өз бақытымды ойлауға еш хақым жоқ. Өмірден өжімін тауып, әкемді кетті. Талқаны таусылып, анамды кетті. Егер солардың артынан өз өмірімді ойлап мен де кетсем, менің бауырларымның күйі не болмақ? Олар менсіз қалай өмір сүрмек? Жарайды, Омарымды, Нәзиләмді, Темірбегімді қойшы. Олар үлкен ғой. Ал Ермектай ше. Ол менсіз өмір сүрмек бұрын. Ол менсіз ұйықтай алмайды да ғой. Оларды қайтемін. Оларды қалай ғана қиып тастап кетемін. Мен қалай бауырларыма қиянат жасаймын? Қабен, соны айтшы маған. Қамажай, может, ойланарсың? Жоқ, ойлана алмаймын. Осы соңғы сөзім Қабен. Мен сені тағы күте тұрайын. Жоқ, Қабен, күтпей қой. Осы да жетер. Қош бол, Қабен. Қамажай, тоқташы. Қамажай рөлінде болған Сейіт Жапар Айша, Тимурдың орнында болған Серікұлы Елнұр, Ермектайдың рөлінде болған Жұмабек Азамат, Нәзиләнің орнында болған Самат қызы Айсу, Камиляның орнында болған Жексенбинова Қаракөз, Сұлтанның орнында болған Ақ Руслан.